Сәлем баршаңызға. Үй жағдайында балақайға асқабақ езбесін дайындайтын боламыз. Алдымен асқабақты бөліктерге бөліп, қабығын ашып, жақсылап жуып аламыз. Мантабаркының ыдысына саламыз. 20-30 минутта буға пісіреміз. Асқабақтың піскендігін шанышқымен тексеріп аламыз. Піскен асқабақты шанышқымен немесе блендермен езуге болады, немесе ситадан өткізуге де болады. Дайын езбеге аз мөлшерде қайнаған су қосуға да болады. Езбеміз дайын. Балақайға ас болсын.